Жақсы, келесі әсін. Қанеки? 42 километр бөліп 14 километр сағатына 13 сағат. Ал олай болса балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңа тақырыбы қозғалысқа берілген есептер. Яғни бүгінгі сабақтың мақсаты қозғалысқа берілген есептерді шығаруды үйренесіңдер. Жүріп өткен қашықтықты S деп белгілейді. Мысалы, көлік барлық жолдың 100 км болатын бөлігін жүріп өтуге 1 сағат уақыт жұмсасын. Яғни T тең 1 сағат деп оқылады. 1 сағаттағы жүрген жолы оның жылдамдығы болып табылады. V тең сағатына 100 км болып оқылады. Ара қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейту керек. Жылдамдықты табу үшін қашықтықты уақытқа бөлу керек. Уақытты табу үшін қашықтықты жылдамдыққа бөлу керек. Қазір білесіңдер, күздің соңғы айларында бізде өздерің білесіңдер, тұмау өрши түсуде. Енді келесі нөмірі 2-ші есепті сендерге мынандай витаминдер ұсынғалы отырмын. Қазір есепті орындайсыңдар және витаминді естисіңдер. Аласыңдар, керемет мотивациясы бар витаминдер. Олай болса, қазір таратып беремін. Келесі тапсырманы балалар 4-ші тапсырманы. Топтық жұмыс жасап, зерттеу жұмыстарын жасауымыз керек. Бірінші топқа берейін. Екінші топ. Артында тапсырма бар. В тең 30 метр минут. Т тең 20 секунд. Тақтамен жұмыс жасайық. Қайдеки кім шығады тақтаға? Аға, жақсы, Нұра салып келе ғой.